Oh, cock. Сәлем достар, сіздермен қазақ майнермен бүгін Майнкрафт 0.15.1-ден механизмді көрсететін боламын. Ол слиз блоктан есік. Және де қарап көріп отырғандарыңыздай менің скинім өзгерген. Өйткені ана скинімді мен өшіріп алдым, енді сол скинді таба алмадым. Осы скинді қойдым. Ендеше кірісейік. Ендеше жалғастырайық. Міне, бұл біздің механизміміз. Көріп тұрғандарыңыздай блок слизиден жасалған. Есік былай өткізбейді. Бұл жаққа өту үшін біз тек мына рычагты астыға түсіру керекпіз. Міне көріп тұрғандарыңыздай есік жабылады, ашылады. Міне бұл алмаз сундукқа кіреді. Мына блок слизиді просто қоя салдым. Бұны жасау үшін бізге менің инвентарымдағы заттар керек болады. Обсидиан, крафтовый блок, блок слизи, красный повторитель, липкий поршень, рычаг, красный камень, красный факел. Ендеше біздің механизміміз осылай жасалады. Бізге ең басты керек болып обсидиан мен слиз. Ендеше көрсетейін. Бұл үшін бізге 3-те 3 етіп обсидианды қору керек. 2, 3. Нәуірден тағы 3 биіктікке 1, 2, 3. Мынадан 1, 2. 1, 2, 3. Дұрыс екен. Сосын мынаны айналдырамыз. Осындай не. Осы мен видеода көрсетілгенде қылып айналдырамыз. Обсидианды. Осылай міне. Бірінші басылай болады. Мынаны әдемі үшін бетіп тастайын. Жайдик. Бірақ бұл да керек болады. Так, сосын жерге блок слизи қоямыз. Бұны да 3-те 3 етіп қоямыз. 3 неге биіктікке. Сосын бізге келесі кезекте поршын қоямыз. Поршынды төмен қаратып қоямыз. Поршындар қойылды. Енді бізге ең бастысы бұл жерде блок слизиге обсидиан тию керек. Егер бұл механизм басқа блоктан жасасаңыз, ол істелмейді. Есік жасалынбайтын болады. Жай жалғастырамыз. Бұл жерде есте сақтау керек. Бірінші красный повторительді бірінші ең үстіне қойған кезде бұны соңына дейін апарамыз. Екіншісін бір басамыз. Және мына жерге қоямыз. Оны соңғының біреуге күтті. Енді бір басқанда соңғыға жететін қылып қоямыз. Бұлардың бәрін редстоунмен жалғайтын боламыз. Міне осылай. Сосын мына жерге рычагтың орнына. Болды. Сосын рычаг қойып кетті. Енді қазір былай. Былай болу керек. Міне. Көріп тұрғандарыңыздай есігі жабылды. Және ашылады да. Бүгінгі механизм осы. Блок слизи. Және менде сіздерге көрсететін бір жаңалығым бар. Ол былай. Мынаудан шығамыз. Менде қарасаңыздар
Бірден Майнкрафттың екі версиясы бар. Біріншісі 0.15.1, екіншісі 0.14.3. Бұларда бір сәтке Майнкрафттың немесе басқалардың екі версиясын бірден ұстау үшін, жазу үшін жазуды келесі видеода көрсететін боламын. Ол үшін бұл видеоның астында 10 лайк болса, келесі видеоны сол үшін шығарамын. Сау бол.